хуал мауту, бұл өлім ғой деп. Қошқарды ранжыды. Өлімді қошқардың бейнесінде алып келеді дейді Алла Тағала пайғамбарымыз. Файумару бихи, сөйтіп періштелерге бұйрық беріледі. Қошқар жаңағы іргенің үстінде жамбасынан жатқызылады дейді. Фаюджағу, фаюзбаху забхан, сол жерде бірден бауыздалады дейді. Сол бірден бауыздалғаннан кейін Алла Тағаланың бір періштесі дауыстайды. Я ахлал жанна, ей жәннаттықтар, хулудун фима таджидуна, андағы орындарыңда мәңгі қаласыңдар. Міне, қаласыр. Ла маута фиха абадан, енді өлім деген нәрсе жоқ ешқашан. Сосын тозақтықтарға бір дауыстап айтады екен. Я ахланнар, ей тозақтықтар, хулудун фима таджидуна, әлгі орындарыңда мәңгі қаласыңдар. Ла маута фиха абадан, енді өлім жоқ. Сол сөзді естіген кезде фаяфрахуна ахлул жаннати фарахан иля фарахихим, жәннаттықтар қуаныштардың үстіне қуаныш қосылып қуанады дейді. Уаяздаду ахлул нари хузнан иля хузнихим, ал тозақтықтар қайғыларының үстіне қайғы қосып. Сосын пайғамбарымыз аятты оқиды. Сумма қара Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллям хазихил ая ва анзирхум яумал хасра. Ей Мұхаммед пайғамбар, сен ескерт бұларға. Сондай бір күн болады, қияметтің ішіндегі жаңағы сәтті айтып отыр да, дәл осы сәтті айтып отыр. Мәңгі енді деген нәрсені, өлім жоқ деген. Осы күнді ескерт оларға дейді. Анзирхум яумал хасрати. Осы қасірет шегетін күнді оларға ескерт. Иза қудиял амру, сот шешіліп біткеннен кейін. Бірақ бұлар фи ғафлатин дейді, қараңыздар. Бірақ мыналарың бейхамға кіріп кеткен адамдар дейді. Оғынайын деп тұрған жоқ дейді андағы ескертуін сенің. Вахум ла юминун, мыналар тіпті сенбейді де ғой дейді Алла Тағала. Ой, жүрек әбден дүниеге неге кіріп кеткен, жоқ да ақиқатты теріске шығаруға.